Сәлематсыздар. Мен бүгін сіздерге дүкеннің кәдімгі кефирінен творог жасап көрсетемін. Ол творогты торттың кремдеріне қоссаңыздар да болады. Өздеріңіз жесеңіздер де, балаға берсеңіздер де өте нәзік, әдемі творог болып шығады. Ол үшін бірінші байқағандарыңыздай кефирді морозилкаға қатырып аламыз. Күні бірін әкеп қойсаңыздар да болады, қатып тұра береді, керек кезінде аласыздар. Сосын мұны алып, марліні 4 қабат етіп, осындай дуршылақтың ішіне қоямыз, дуршылақтың астына кастрюль қоямыз. Осы күйінде менде 5-6 сағат тұрады, сәл жібиді. Сәл жібігеннен кейін осыны қасықпен, пышақтың көмегімен кішкене ішіне қарай салып азайтамыз. Осылай етіп саламыз, өзіміз көмектесеміз кішкене. Бұл творогпен мен крем жасаймын. Ол кремнің рецептісі осы менің каналымда бар. Творожный крем өте дәмді болады, тортқа, капкейкке бәріне де келе береді. Міне байқағаныңыздай осындай етіп бәрін жинақтаймын. Дүкеннен мен қанша творог алдым, қымбатта творог, арзанда творог алдым, погруженный блендермен ездім, сытыдан өткіздім, болмады. Сондықтан мен осындай творог алып жасайтын болдым кремді. Ешқандай да қиналмай крем жасау оңай. Осылай езіп, бетін марлімен жауып қойғаннан кейін бір түнге үстіне ауыр зат қойып қоясыздар. Ертеңіне алдым, міне менің творогым дайын. Не жасасаңыздар да болады, өздеріңіз жесеңіздер де болады. Болмаса, жаңағыдай мен айтқандай кремге қоссаңыздар да болады. Жасаңыздар, өте дәмді. Және творогтың бағасында емес, арзанға түседі. Мына жерде 560 грамм, ал 250 грамм творог бізде 300 теңге. Ал мынада 560 грамм 400 теңгеге шығады. Ал бұл творогтан шыққан сыворотканы мен төкпеймін еш уақытта. Нан пісірем, басқа да выпечкаларға қосам. Ал жаздың күні құрамында қаншама микроэлементтер болғандықтан мен онымен огурцы суарамын. Огурцыларыңыз оған тек рахмет айтады. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болғаным өткен.